Қайырлы күн, қымбатты ата-ана. Мен сіздердің назарларыңызға үй жағдайында ойнауға болатын ойын түрін ұсынғым келеді. Бұл ойын баланың есте сақтау, көру қабілетін, зейінін тұрақтандыруға арналған мнемотехника әдісінің бір түрі болып есептелінеді. Ендеше ойын барысына тоқталып өтейін. Бұл жерде менде әртүрлі ойыншықтар немесе заттар орналасқан. Мысалы, бұл қасқыр ойыншығы, бұл доп, логопедиялық доп, бірақ бұны доп деп те алсаңыздар болады. Әртүрлі бағытта кітапты алсаңыз болады. Және де жұмсақ ойыншықтан түйе, және де кеңсе тауары қарапайым фломастер. Енді ойын шартын түсіндіріп өтейін. Яғни балаға 5 секунд уақыт беріп, осы заттар ретінде орналасқандығын есінде сақтап алу үшін бір затты алып тастаймыз. Кейін баламызға мынандай сұрақ қоямыз. Балам, қарашы, бұл жерде қандай ойыншық немесе зат жетіспейді? Баламыз ойланды, дұрыс тапты ма? Жауабы доп. Егер де дұрыс тапқан болса, келесі ойын түріне дәл осы ойынды түрлендіреміз. Ол қалай жүзеге асады? Яғни, үстел үстінде орналасқан заттарды рет-ретімен қойып шығу керек. Балаңыздан 5 секундқа көзін жұма тұруын өтінеміз. Сол уақыт аралығында үстел үстіндегі заттардың орнын алмастырамыз. Мінекей. Яғни, қымбатты ата-ана, сіз үй жағдайында кез келген уақытта, кез келген ойын түрін ұйымдастыру арқылы балаңыздың болашақта ойы ұшқыр, зейіні тұрақты етіп тәрбиелеуде өз үлесіңізді қоса алатыныңызды ескертіп өткім келеді.